Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақ логарифмдік теңсіздіктер және олардың жүйелері бойынша қорытындылау жүйелеу сабағы. Яғни өтілген материалды қайталап, біз логарифмдік теңсіздіктер және олардың жүйелері қорытындылаймыз. Яғни тақтаға есептерді шығарып көрсетуіміз керек және логарифмдердің қасиеттерін еске түсіру. Сабағымыздың негізгі мақсаты ол әрине логарифмдік теңсіздіктерді шешіп үйрену, және ол әрине ұбт. ұбт-дағы логарифмдік теңсіздіктер мен теңдеулерді жақсы шығарып, әрине жоғары балл жинау. Біз сабағымызды мына сұрақтардан бастайық. Ең бірінші сұрағымыз ол логарифмдік теңсіздіктерді шешу дегеніміз не дейді? Кім жауап береді? Бірінші сұрақ ол логарифмдік теңсіздіктерді шешу дегеніміз не? Кім жауап береді? Аружан, айтамын. Логарифмдік функциялар және логарифмдердің қасиеттерін қолдана отырып қарапайым теңсіздікке келтіру. Дұрыс, отыра. Келесі, екінші сұрақ. Яғни А дейді, ол жерде ол негізі логарифмнің. А негізі бірден үлкен болған кезде теңсіздіктер қалай шешіледі? Жазады. Кім? Динас, жауап береді. Тақтаға шығып жазып көрсетсең болады. Мұны бар? Келесі үшінші сұрақ. Негізі нөл мен бірдің арасында жатқан кездегі жағдай, яғни бірден кіші болған кезде. Теңсіздік қалай өзгеруші еді? Жанерде шығады. Борды алып жазып көрсете бар. Нөл мен бірдің арасында, иә. Жалпы ұсынылған формулалардың ішінен біз дұрыс формулаларды атап шығуымыз қажет. Бірінші формула ол логарифм А негізде x-тің p дәрежесі тең p, яғни коэффициент алдына түскен, дәрежесі алдына коэффициент болып түскен, логарифм А негізде p азайту 1 деп тұр. Ол формула дұрыс па? Екінші формула логарифм А негізде x-тің p дәрежесі тең p, яғни дәрежесі алдына түскен, логарифм А негізде x-тің p дәрежесі деп жазылады. Онда дұрыс формулаларды жылдам атап шығады. Үшінші қасиеті дұрыс, яғни ол жерде не сен? Коэффициенті алдына түседі. Жоқ, дәрежесі алдына коэффициент дұрыс. Келесі қай формула тапты дұрыс? Жанерке? Бесінші формула, яғни көбейтінді болып тұрған логарифмдер. Ол логарифмдердің қосындысына тең. Келесі, тағы қай формула дұрыс? Алтыншы формула дұрыс па? Дұрыс. Оны айттық бір. Жетінші формула шы? Жетінші формула да дұрыс. Сегізіншісі? Тоғызыншы? Ол да дұрыс емес. Келесі. Енді ауызша есептеу, бұл жерде әрине логарифмдердің қасиеттерін еске түсіп осыларға. Осы сұрақтарға жауап беріп көрді. Бірінші сұрақ, логарифм 2 негізде 32-ге тең. Келесі. Екінші сұрақ, логарифм А-ның b дәрежесі тең x дейді, яғни логарифм түрінде жазып көрсетуіміз керек. С болады. Үшінші сұрақ, логарифм 5 негізде 5? 1-ге тең. Төртінші сұрақ, x, логарифм x негізде 64 тең 3 дейді. X-тің мәні неге тең? 4-ге тең. Себебі? Және соңғы сұрақ, ол 16 негізде 1 дейді. 10-ге тең. Себебі? Келген қазан 10 дәрежесі 1-ге тең. Тамаша. Келесі. Енді, әрине, келесі слайдымызда біз логарифмдік теңсіздіктерді шығарып көрсетейік тақтаға. Ол үшін бірінші
жылдам дәптердерге есептерді шығарып отырады. Сосын дайын оқушылар болса, шарт тақтаға шығып жазып болады. Ендеше оқушылар тақтаға теңсіздіктерді шығарып көрсетеді. Кім шығып жазған? Диана шығарып. Қазір Диананың жазған есебін бәрі тексеріп отырады. Қатесі бар ма? Диана жаза ғой есебін тақтаға. Диана бірінші есепті шығарады. Бірінші есеп логарифм мөлдігінің есебіңізде. Azaytman mölden kişi değil. Kelesi kim qay esepti шығарады тақтаға? Диана үшінші есеп. Диана үшінші есепті шығарады тақтаға. Диананың есебін тексеріп отырмыз. X бөлінген 2 бөлімі логарифм 3 негізін бөлінген біз кіші бөлінген. Енді соңғы есеп қалды. Соңғы есепті кім тақтаға шығарып көрсетеді? Тағы да. Жаңа шығарып. Соңғы есепті жазылып тақтаға. Әйде жаңаның есебінде ол қандай логарифм берді? Ондық логарифм берді. Жаңаның есебі сол бар? Тақырыпты жалғастырайық. Бұл жай ғана логарифмдік теңсіздіктер болады. Енді біз жүйелерін, логарифмдік теңсіздіктер жүйелерін қарастырамыз. Сабақты ақпаратты жалғастырайық. Бұл логарифмдік теңсіздіктер болады. Енді келесі логарифмдік теңсіздіктер жүйесі. Осы тапсырмалардың ішінен 6-шы, 7-ші және 9-шы есептерді шығарыңдар. Шығарып болған оқушылар жылдам тақтаға шығып жазсаңдар болады. Бастаңыздар. Мейлі болады. X квадрат басыңдар 25. Келесі 7-ші есепті тақтаға шығарып көрсетейік. Кім шығарады? 7-ші есепті. Жанеркер шығарып 7-ші есепті. Жылдам жазып көрсетейік. Жанеркенің есебін тексеріп отырмыз.
Ал ендеше оқушылар бүгінгі сабағымызды аяқтап қорытындылайық. Ең алдымен біз өз-өзімізді бағалайық. Кім осы сабақта жалпы қалай жауап берді, кім жақсы жауап берді, кім өте жақсы жауап берді, өз ойларымен бөліссеңіздер. Қуаныш аға. Бүгінгі сабақ зияда өте белсенді өтті деген ойдан мен оған ұпайды 16 ұпай бердім. Рахмет отыруға. Кім бөліскісі келеді өз ойымен, кім тақтаға шықты, кім жақсы жұмыс жасады. Диназ айтады. Жалпы бізде Аружан жақсы сөйледі, ең басында, сабақтың басында, және Диана жақсы есеп шығарды. Бұл екеуіне мен 8-13 арасында жақсы деген ұпай бере аламын. Жақсы, рахмет оқушылар. Онда бүгінгі үй тапсырмасын жазып алды. Ол 19-да 12-ші және 19-да 13-ші есеп оқулықтары, және логарифмдік теңсіздіктер жүйелері. Біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.